Памперс киіп қонаққа бару екінші бөлім. Не себепті памперс кидік? Себебі Меруерт құрбымыздың баласы 1 жасқа толып жатыр. Соған орай бөпе образында бардық. Осылай бұтымызға памперс, аузымызға сосканы тағып алдық та, шашымызды екіге буып, кішкентай қыздардың невидимкаларын тағып, бөпе болып келіп қалдық. Меруерт құрбым дастарханды күшті етіп жайнатып қойыпты. Обед уақытында жиналған соң қыздардың қарны ашып қалыпты. Құрбыларына арнайылап түскі асқа сірне пісіріпті. Дәмі өте керемет. Барлығымыз тамақтанып алғаннан кейін билеп және де қызықты ойындар ойнадық. Негізі әрбір ортада қуып кете беретін адамдар болады, иә. Соның бірі осы кісі. 1 жастағы баланың алдына шығып билеп тұрған тұрсын қарсаңыздар. Меруерт бізге қос үйден құр шықпаңдар деп сыйлық берген болатын. Бірінші зат үйден әдемі иіс шығарып тұратын диффузер. Біз блог түсіретін болғандықтан настольный штатив. Осы заттарды пакетке салып берсем жыртылып қалар деп арнайы осындай шелекке салып берді. Бұл шелекке жуылатын киімдерді немесе мусорларды салып қоюға болады деп жатыр. Мен болсам үйге келген соң бірден диффузерді туалетке қойып қойдым. Ал мына шелекке жуылатын нәскелерді ғана салып қойдым. Барлық қыз 25 000 теңгеден шығарып, Меруерттің черный кассасына 1 миллион теңге етіп жинап бердік. 1 жасқа толған батырдың тұсаукесерінен бізге осындай тойбастар дайындап қойған екен. Араларындағы ең үлкені таратсын деп Меруерт айтқандықтан, өзім қыздарға теңдей етіп бөліп бердім. Ешкім ешқайсысымен қырылған жоқ, өкпе реніш болған жоқ. Барлығы сұрап тұрды шетінен, маған мынаны берші, ананы берші деп. Сөйтіп қыздарға сұраған заттарын бердім. Біреуге артық, біреуге кем емес. Барлық қызға екі ойыншықтан түсті. Мен осы отырысқа өз баламды апарған едім. Осы сары бензовозды аламын деді. Ал екінші ойыншығымыз осы үлкен КамАЗ болды. Черный кассамыздың келесі кезегі кімге келетінін алдағы уақыттағы видеоларымнан көре аласыздар. Мені қолдап парақшама тіркеліп алыңыздар. Всем пока.